Сәлем. Бүгін біз нефрологиядағы маңызды тақырыптардың бірі бүйрек трансплантациясы немесе бүйрек ауыстыру туралы сөйлесеміз. Бұл донор өз еркімен бір бүйрегін беріп, оны мұқтаж адамға салу арқылы жасалатын ота. Әдетте бұл созылмалы бүйрек жеткіліксіздігі, яғни соңғы сатыдағы бүйрек ауруы бар науқастарға жасалады. Яғни екі бүйрекке қайтымсыз зақымданып, науқастар диализге тәуелді болады. Осындай науқастарға әдетте бүйрек трансплантациясы қажет. Бұл әдетте екі әдістің бірімен жасалады. Сізде тірі донордан трансплантация немесе мәйіттік трансплантация болуы мүмкін. Тірі донордан трансплантацияда науқастың жақын туысы немесе жақын адамы өз еркімен саналы түрде бір бүйрегін мұқтаж науқасқа береді. Сол арқылы біз трансплантация жасай аламыз және олар екеуі де қалыпты жұмыс істей алады. Ал егер тірі донор табылмаса, біз ағзаны миы өлі адамдардан аламыз. Бұл әдетте мәйіттік донорлық деп аталады. Медициналық жағдайларға, жол көлік оқиғаларына немесе басқа себептерге байланысты миы өлі деп танылған науқастардан, олардың жақындарының келісімі алынған соң ағзалар алынып, мемлекеттік күту тізіміндегі науқастарға беріледі. Бұл мәйіттік донорлық деп аталады. Осы екі түрден бөлек тағы бір үшінші түрі бар. Ол жүрек тоқтағаннан кейінгі ағза донорлығы деп аталады. Яғни, науқаста жүрек тоқтауы орын алса, алғашқы бірнеше минуттан 1-2 сағат ішінде ағзаларды алуға мүмкіндік болса, біз ол ағзаларды мұқтаж науқастарға қолдануға болады. Үндістанда трансплантациялардың басым бөлігі тірі донорлық арқылы жасалады. Бұл барлық жағдайлардың 90-95 құрайды. Қалған 5 мәйіттік донорлық деп айтуға болады. Бұл аурудан кейінгі немесе жүрек тоқтағаннан кейінгі донорлық біздің елде әлі кең тарала қойған жоқ. Рахмет.